Кішкентай балаға бергел деп бір нәрсе берем деп шақырып алып, қолыңды ашқанда еш нәрсе жоқ болатын кездер болады, бір кісілер сөйтеді. Шақырып алып, қолына еш нәрсе бермейді. Тура сондай жақсылар. Құран оқытатын кісілер бар. Құран тамақ береді, дастарханды жайқалтып, дастархан жаяды, Құран оқытады. Қаншама кісілерге дастархан жайып, ақша жұмсап, Құдай тамақ берейін, Құран оқытайын, бір жерде садақа деп айтады. Сол садақа, Құран тамағын беріп болғаннан кейін Құран оқытады марқұмға. Я Алла деп марқұмдарды жарылқай көр, күнәларын кешіре көр, жәннәти қыла көр деп Құдайдан сұрайды. Енді сол Құран оқытып болғаннан кейін кейбір кісілер құда кеп қалды деп, болмаса бір кісілер мынау үйің құтты болсын, машинаң құтты болсын, жуып жүрсейші артынан деген сияқты сөзді айтып, жудырып жіберетіндер бар. Арақ ішіп сол жерде. Не болды десей сол кезде? Құран не болды? Мен тура осыны былай деп түсіндірем. Құран оқытып Құдайды алдама, әруақтарды алдама. Құран оқыттың ба, соңына дейін садақа қылсайшы. Анау бастаған әрбір амал ниетке байланысты қабыл болады деген хадистегі амалды соңына дейін жұмсасайшы дастарханның. Дастарханның басын адал қылып, аяғын харам қылу деген бұл жақсы емес, жақсылар. Күнәһар, Алланың харамын жұмсау артынан. Алланың назарын түсіріп тұрып, періштелерді шақырып тұрып, марқұмдарды дәметтіріп тұрып, еш нәрсе бермей қоп жібергенмен бірдей. Еш нәрсе бермей. Уақыттарың бол, кетіңдер, біз арақ ішіп алайық деп. Бастаған дастарханды адал жолмен ниет қып бастадық ба, соңына дейін Құда келе ма, басқа келе ма, ешқандай харамды араластырмау керек. Ниетіңізді бұзбау керек. Ниет бұзылды, бітті. Басы адалмен басталып, аяғы хараммен аяқталатын болса, ойлай беріңіз. Аллах тағала алданып қалатын бала емес. Құдай тағаланың қаһарына ұрынып қалмайық. Аллах тағала арақ ішкен кісінің бұл дүниеде 40 күнге дейін намазын қабыл етпейді екен. 40 күннің ішінде дүниеден өтіп кетсе, дозақи болады деген. Алла ол адамға назарын да салмайды деп айтты. Арақ ішуші дұғасы қабыл емес. Ал енді намазымыз қабыл болмағанда, Құдай тамағымыз да қабыл емес.